Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі ассамблея жиынынан мемлекеттік тілдің мерей үстем болмайтынын көрдік, және қазақ тілі жетімнің күйін кеше беретінін түсіндік. Бүгінгі эфиріміз осы тақырыпта. Сіздер біздің эфирімізге пікір жазып, осы арнаға жазылып, кеңінен осы эфирді таратыңыздар. Бүгін Астана қаласында елдің аузында пирамида деп аталып кеткен бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан Халықтар Ассамблеясының жиыны өтті. Ол жиынға Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Ол жиында әрине баяғы көпірме сөздер көп айтылды, көп мәселелер айтылды. Бірақ менің бүгінгі эфирім осы Тоқаевтың екі сөзіне байланысты. Екі мәселеге байланысты оның айтқан сөздеріне өзімнің пікірімді айтып талқыламақпын. Біріншісі қазақ тілі туралы. Яғни Тоқаев бұл жерде ашық айтып отыр. Мынау елде қазақ тіліне деген сұраныс болған кезде ғана ол кең қолданысқа ие болады деп қадап айтты. Бұл деген сөз президенттің аузынан шығатын сөз емес. Бұл үлкен саяси қателік. Өйткені қазақ тіліне қашан сұраныс болады? Сұраныс тек қана мұқтаждық болған кезде, міндеттеу болған кезде ғана болады. Яғни елде Қазақстан Республикасының азаматтары елде емін-еркін өмір сүру үшін, мемлекеттік қызметте өсу үшін, мемлекеттік қызметке орналасу үшін міндетті түрде мемлекеттік тілді міндеттеу керек. Яғни мемлекеттік тілді білмейтін адамдар мемлекеттік қызметке алынбау керек. Өйткені бұл деген сөз ешқандай да бүйректен сирақ шығару емес, ешкімге мынау күштеу емес, көтен зорлыққа салу емес. Бұл әлемдік тәжірибеде бар дүние. Яғни мынау дүниенің кез келген мемлекетіне барсаңыз, сол елдің мемлекеттік тілін білмесеңіз, нан тауып жей алмайсыз. Ал біздің елде министр болуға болады, мемлекеттік тілді білмей, әкім болуға болады, тіпті президент болуға болады. Сол себепті қазақ тілі сұранысқа ие болу үшін міндетті түрде мұқтаждық болу керек. Яғни міндеттеу керек. Мемлекеттік соған мүдделі болу керек. Ал енді жаңағы сөздердің барлығы ол қазақ тіліне жаны ашымайтын адамның сөзі. Тағы бір мәселе Тоқаевтың айтқаны. Қазақ тілінің төңірегіндегі пікірталас ол этникалық емес, азаматтық және саяси сипатқа ие екенін түсінгеніміз жөн дейді. Демек бұл қазақ тілі бәріне жайлы, ешқандай да елде мәселе жоқ. Қазақ тілінің тек қана бұл саясаткерлердің, азаматтық қоғамдағылардың ұпай жинау үшін сол бір дау тудырып жүргені деп ашық айтып отыр. Яғни егер де бұл да қателік. Егер де елде мемлекеттік тілдің мерейі үстем болатын болса, қазақ тілінде ешқандай мәселе болмайтын болса, қазақ тілі қағажу көрмейтін болса, саясаткерлер де, басқалар да ұпай жинап бұл мәселені көтере алмайды. Яғни мәселе шешілген болса, онда ешқандай да бұл туралы, қазақ тілі туралы мәселе көтерілмейтін еді, сөз қозғалмайтын еді. Сондықтан екі сөз де үлкен қателік. Тағы бір айтатынымыз бұл мынау Ресей мен Украинадағы соғысқа қатысты айтқаны. Тоқаев айтып отыр. Қазақстанда еліміздің әрбір азаматы өзінің ісі мен сөзіне жауапкершілікті сезіну керек дейді. Яғни ешкімді жау тұтпау керек, біреуді жек көрмеу керек дейді. Және мына өзге елдің басқалардың дейді, басқалардың ақпараттық соғысы мен идеологиялық текетіресі бізге қатысы болмау керек. Біз оған бас ауыртпауымыз керек дейді. Яғни бұл Украина мен Ресейдің соғысына қатысты айтып отырғаны айдан анық. Яғни біз қазір Қазақстанның азаматтары негізі осы соғыста Украинаны қолдайды. Яғни Ресейді, Путинді басқыншы ретінде айыптайды. Сол себепті Тоқаев осыны айтып отыр. Араласпауымыз керек. Жаңағыдай Украинаны жақтап, Ресейді жерге ұрып, оларды басқыншы қылып көрсетпеуіміз керек деген айтып. Бірақ бұл жерде айтатынымыз, біз ақпараттық кеңістігімізді қорғауымыз керек ол үшін. Яғни біздің елімізде Россия бір, Евразия бір сияқты, РЕН-ТВ сияқты, НТВ сияқты бүкіл телеарналардың барлықтарын Қазақстанның аумағында тыйым салу керек, көрсетілмеу керек. Және Известия сияқты, Московский комсомолец, Комсомольская правда сияқты осы Кремльдің насихатын жүргізетін, Кремльдің көзқарасын Қазақстан азаматтарына тықпалайтын осындай ақпарат құралдарын тоқтататын болса, онда мәселе басқаша. Яғни елде Қазақстан азаматтарының санасын улайтын, Кремльдің насихатын жүргізетін бүкіл ақпарат құралдары бізде тыйым салыну керек. Яғни біз өзіміздің ақпараттық кеңістігімізді қорғауымыз керек. Өзіміздің идеологиямызды қалыптастырып, өзіміздің ақпарат құралдары дұрыс, бейтарап, нақты ақпарат тарату керек. Ал қазіргідей уақытта, яғни Қазақстан азаматтарын ресейдік телеарналар мен газет журналдар санасын улап отырған уақытта Тоқаевтың жаңағындай сөзді айтуы ол орынсыз. Егер біз өзіміздің идеологиямыз болса, мемлекеттік тіліміз болатын болса, мемлекеттік тіліміздің мерейі үстем болатын болса, ақпараттық кеңістігіміз қорғалған болса, билігіміз мықты болса, онда біз шулап неміз бар? Ең бастысы бұл жерге айтатын, бізде ең бастысы әділеттілік болу керек. Елде әділеттілік болу үшін
саяси реформа болу керек, әділ сайлау болу керек, адамдардың құқықтары, сөз бостандығы сақталу керек. Сол кезде ғана ел тыныш болады, елдің, мына мемлекеттің іргетасы мықты болады, қабырғасы да мықты болады, және тәуелсіздігіміз баянды болады. Ал дәл қазіргі жолмен, дәл қазіргі Тоқаев билігінің Назарбаевтың билігін жалғастырып отыр. Яғни Назарбаев жүйесі жұмыс істеп тұр. Осы жағдайда біздің болашағымыз бұлыңғыр. Сол себепті елде қашан әділеттілік болмай, әділ сайлау болмай, яғни әділетті қоғам құрылмай, біздің басымызға төнген қауіп бұлты сейілмейді. Назарларыңызда болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.